бересіңдер. Тапсырма түсініп тұр ма? Келе қойжаңдар. Я, қандай түсті? 5 алабы, 5-ші тапсырманы алабы. Терезені өрнектен әдемі сурет салыпты. Не екенін табайық, көрінбей кетіп қалыпты. Енді осы аяз деген сөзді үш неде айтып тұр, септікте. Атау септікте, аяз, ілі септікте. Ибрагим? Аяздың бар септікте? Аязға. Өте жас. Енді осы аяз деген сөзді үш тілде айтып бере қойшы бізге. Аяз, мороз, волки. Дұрыс па? Өте жақсы, отырады. Лақтырады. Қандай пішті? 6. Кес. Қандай шықты? Алабы тапсырмады. Шәкіртке жаны ашыр, мейірман, кім жаны асыл. Кім айтады? Кім? Айта қойыңдар. Ұстаз. Ұстаз. Ал ұстаз деген сөзді үш септік дейсің. Септік пе? Атау септік? Атау септік ұстаз. Ұстаз. Ілік септік ұстаз. Ілік септік ұстаз. Ұстаздың бар септік? Ұстазға. Орыс тілінде учитель, ал ағылшын тілінде teacher. Отырады. Келе қойды. Шіркіннің өзіне одалақ жүреді, аяқта домалақ. Шіркіннің өзіне обалақ жүреді, аяқта домалақ. Өте жасы доп септеп беріп? Доп, атау септік доп, әлек септік доп, тың, барыс септік допқа. Доп? Доп, мячик, бол. Өте жасы бол. Келе қойды. Мына жаққа қарап істейінші. Қандай? 2. Қандай түсті? 6. Я таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Күн өте жас, енді атау септікте? Күн. Ілік септікте? Күннің. Бар септікте? Күн. Енді осы күн деген сөзді Қуаныш маған үш тілде айтып бере қойшы, орыс тілінде қалай болады күн? Солнце. Кім айтады? Жаңғыр?